Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін торт сникерс жасап көрсетемін. Торт сникерстің рецептісі өте көп, бірақ та маған осы рецептпен жасалған, осы жолмен жасалған торт өте қатты ұнайды. Маған да менің жанұяма да өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасаңыздар, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Әр мерекелік дастарханның сәнін келтіретініне сенімдімін. Және өте дәмді және тойымды сонымен бірге. Біз бірінші құрғақ заттарды араластырып аламыз. ұн, какао. Мен Асикордан алам. Осындай алкализованный какао, Малайзиянікі, шатаспасам, өте дәмді, шоколадқа келеді дәмі. Және сода мен разрыхлительді қосып, бірге араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін миксердің ыдысына сұйық май мен қантты қосып, және миксерлеп аламыз. Екеуін миксерлегенде 1-2 минут, 3 минуттай ғана миксерлейміз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны міндетті түрде жуып аламыз. Және ұн мен какаоны да елегіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде. Какаоның түйіршіктері болып қалуы мүмкін арасында. Жаңа қоспамызға ұнымыздың жартысын саламыз. Оны миксерлеп алғаннан кейін ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Және сүтімізді құямыз. Араластырып және миксерлеп қалған екінші бөлек ұнымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз түгелдей. Пісірген ыдысым түбі жоқ торт жинайтын өзімнің ыдысым диаметр 22 сантиметрлік 2 ыдысқа бөліп пісірдім. Теңге 2-ге бөліп құйдым. Биік, әдемі, үлкен торт болып шығады. Диаметрі 22, ал биіктігін өлшемедім, 8-8,5 сантиметрдей болып қалу керек. Дайын қамырымызды осындай 2 ыдысқа теңге бөліп құямыз. Менде 630 грамнан келді ғой деймін. Одан кейін қызып тұрған 180 градусқа пешімізге 30-40 минут пісіріп аламыз. Мүмкін 45 минут пісер, сіздерге әркімнің пешіне байланысты. Менде 35 минутта пісті. Шпажка дейді ғой, соны салған кезде құрғақ болып шығу керек. Одан кейін әбден суытамыз. Суытып болғаннан кейін жан-жағын пышақтың көмегімен көргендеріңіздей 2-ге бөліп аламыз. Міне әдемі, жұмсақ бисквит дайын шықты. Ешқандай сулап пропитка жасаудың керегі жоқ. Бұған өзі дымқыл. Одан кейін оны екеуінде осындай пищевой пленкаға орап, кем дегенде 6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Менде түнде жасадым, таңға шейін тұрды. Енді мусымызды да дайындаймыз. Менде 33% сливки. Оны ысытамыз 80 градустарға. Сосын шоколадтың үстіне құйып 5 минуттай қойғаннан кейін жақсылап араластырып, оны да холодильникке қойып қоямыз. Менде де 1 күн тұрды, кем дегенде 6 сағат тұру керек. Енді ертеңіне мен бисквитімді алдым, оңай кесіледі. Ертеңіне кескенде бірінші күні кессеңіздер, ол шашырап қалады, кесілмейді. Міне екіншісінде алып кесіп 4 бисквит болды. Менде екіншісінің беті сәл көтеріңкі пісірілгендіктен бетін алып тастаймын. Сөйтіп сіздерде алып тастай аласыздар, егерде тегіс піспесе. Осылай алып тастауға болады. Оны да 2-ге бөлем. 4 бисквитіміз дайын. Енді мен жаңағыдай раздвижной ыдысқа жинаймын. Одан бұрын крем дайындаймыз. Кремді кілегейлі ірімшік пен творожный сырдың үстіне қант ұнтағын қосып, екеуін миксерлеп аламыз, бір қалыпқа келтіріп. Сливкимізді құямыз. Сливки холодильниктен шыққан, салқын болу керек. 33% сливкидан жоғары болу керек. Осылай қою болғанша жасап аласыздар, байқап тұрыңыздар. Одан қатты жасасаңыздар, одан қатты тағы да миксерлесеңіздер, сұйық болып кетсе, қайтадан дұрыстай алмай қаламыз. Байқап тұрыңыздар. Міне, осындай қою болып тұру керек. Әзірше желатинімізді дайындап қоямыз. Желатинге салқын суды құйып, 10 минутқа қойып қоямыз.
Одан кейін ол тұрғанша мусымызды алып дайындаймыз. Бірақ та бұл мусты сіздер әбден соңынан саларда жасағандарыңыз жөн. Мен 2-3 минут бұрын жасап қойдым. Қазір көресіздер, қою болып қалған. Одан кейін желатинді дайын набухать етеді. Одан микроволновкаға 80-70 градусқа ысытып алып, қайнатпай миксерлеп атырған жаңағы мусымыздың үстіне құямыз. Сол кезде әдемі жылтырақ мынандай қою шығады. Міне енді бисквитімізді ыдысқа салып, кремді деген неге салып алдым, 2 одноразовый мешокқа. Карамельді дайындаймыз. Карамель мен бұрын пісіріп қойғам, рецептісін салам астына. Ол карамельдің үстіне жаңғақты салып араластырамыз, болды. Осы кезде мен ацетатный пленка салуым керек еді, ұмытып кеттім. Сендер менің қателігімді жасамаңыздар. Ацетатный пленка салса өте әдемі болып шығады. Міне жан-жағына кремнен бортик жасаймыз. Кремді де карамельді де 2-ге бөліп аламыз. Одан кейін жан-жағына жасап, түбіне кішкентай крем жіберіп, карамельді саламыз, бетіне бір бөлек кремімізді саламыз. Міне көріп тұрсыздар, ацетатный пленканы мен қиналып салғаным көрініп тұр. Үстіне екінші бисквитті саламыз. Бисквиттен кейін міне менің мусымды салдым. Мус көріп тұрғандарыңыздай сәл қою болып қалды. Тез қоюланады, осы мезгілде ғана дайындаса болады негізінде. Мустың үстіне 3-ші бисквитімізді саламыз. Жан-жағына осындай бортик жасап, түбіне сәл ғана крем жібереміз. Жібермесе де болады, бірақ та мен сол кезде карамель жақсы ұстайтындай көрінеді. Осылай карамеліміздің қалғанын салып, жан-жағын қасықпен жөндеп жібереміз, әдемілеп. Оның үстіне қалған кремді құямыз. Қалған кремді құйып, оны да қасықпен жөндейміз, тегістейміз. Тегістеп болғаннан кейін үстіне соңғы бисквитімізді саламыз. Бисквитімізді салып, жан-жағын бәрін жөндеп, және де холодильникке жібереміз. Кем дегенде 4 сағат тұру керек. Менде 5-6 сағат тұрды. Әзірше глазурымызды дайындаймыз. Глазурды үстіне сливкимізді құйып, бірге микроволновкаға 30-40 градусқа шейін ысытып аламыз. Қайта-қайта ысытып алу керек. 30-40 секундқа тұрамыз. Әр 10 минут сайын мен қозғап тұрамын. Міне одан кейін қозғаған кезде осындай әдемі жылтырақ бізде глазур дайын болады. Глазурды солай құюға да болады, бірақ та мен арасына Азтекордан сатып алынатын дробленый езілген дейді ғой, орехтар болады ғой, жер жаңғақ, соны қосқанды жақсы көремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Глазурымыз қатты суық болып кетпеу керек, қатты ыстық болмау керек. Соны суық холодильниктен шыққан тортымыздың үстіне құямыз. Жан-жағына осындай дұрыстаймыз, жақсылап, әдемі етіп бәрін құйып болып, жан-жағын бәрін осы глазур жібереміз. Жаңағыдай мына орех қоспаған глазурды құйсаңыздар да болады, еш нәрсе етпейді. Негізінде солай құю керек. Мен осылай тәтті болатын болғасын, осылай жасаймын өзім. Міне тортымыз дайын. Осы кезде дайын деп айтуға болады. Мен бірақ торт өзімізге болғаннан кейін ары қарай әрлеп көргім келді. Кондуринді аэрографпен жасадым. Бірақ та маған бұрынғы шоколадпен түсі ұнады. Оригинальный дейді ғой, сол түсі ұнады. Келесіде мен бұлай жасамаймын. Бірақ сіздер өздеріңіз білесіздер, қайсысы жасайды солай. Қайсысы ұнайды сіздерге, солай жасайсыздар. Міне кескендегі әдемі түрі ішінен қазір кусок кесіп көрсетемін сіздерге. Міне қандай әдемі, дәмді және тойымды тортымыз дайын. Жасаңыздар. Айтқанда бұлай қиын болғанмен бөліп 2 күнге, 3 күнге бөліп жасасаңыздар, бірінші күні бисквит мен мусын, ертеңіне дайындап, 3-ші күні әрлесеңіздер, сіздерге жеңіл болады. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ал егер менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, лайк басып пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, ол менің каналыма жақсы әсер етеді. Сіздермен болған үмітке.